Адасқан қыздар тағдыры. Жақында ғана әлеуметтік желілерде баласын қоқысқа тастаған ананың табылғаны туралы жарыса жазылды. Мұндай оқиға қоғамымыздағы жазылмас дерттің біріне айналып отыр. Туған баласын неге ана тастады? Бұл үлкен қорқыныш. Бұған кім кінәлі? Қарлығаш 15 жаста. 8-ші сынып оқып жүрген жасөспірім қыз көрші ауылдың жігітімен танысады. Жігіт қыздың телефон нөмірін тауып алып маза бермей қоңырау шалады. Қыз бастапқыда жігітке суық жауап бергенмен, оның еркелете сөйлегеніне шыдамай еріп, 3 айдан кейін кездесуге келісім берді. Гүлін алып жеткен жігітке еріп, айлы түнде серуендейді. Жастар сүйіспек тұрмақ қол ұстаспайды да. Қызды үйіне шығарып салған жігіт содан кейін жоқ болып кетіп, 1 айдан кейін қайта хабарласып, қызды тағы кездесуге шақырады. Бұл жолы басқа кейіпте көрініп еді деп еске алды Қарлығаш. Сол түні жігіт қызды көлігіне күштеп мінгізіп, ауыл сыртына апарып. Қарлығаш анасынан ерте айырылып, ана мейірімін көрмей өскен. Әкесі және ағасымен ашылып сөйлесіп көрмеген бойжеткен оларға бұл жолда ештеңе айтпайды. Ұялдым, әрі қорықтым дейді өзі. 1 айдан кейін оңбаған жігіт тағы келеді. Қақпаның алдында тұрып алып Қарлығашқа қоңырау соғып, үйден шыққаныңша кетпеймін деп қорқытады. Көбі туыс болып келетін көршілері естіп, ертеңде сыртынан сөз ереме деп қорыққан Қарлығаш амалсыз үйінен шығып көлікке отырады. Оңбаған оны өз ауылына апарып көліктен түсіріп, бір үйге көтеріп кіргізеді. Қыз қанша қарсылық көрсеткенмен айналасында тірі жан жоқ еді. Жігіт оны қайтадан зорлады. Бір кезде оның 3 досы келіп қорғансыз қызды айналдыра зорлайды. Таң алдында олар қызды үйіне әкеліп тастап, үніңді шығарма деп ескертіп кетеді. Бұдан кейін қыз көп ұзамай аяғы ауыр екенін біледі. Бұдан артық үндемей жүруге төзімі жетпей, немере әпкесіне болған жайды айтады. Ақпарат мұғалімдеріне жетеді. Мектеп директоры қызды шақырып алып, ақша беріп, түсік жасат деп бұйырады. Мектебінде оқушы қыз жүкті болып қалғанның жауапкершілігінен қорықса керек. Мұндай көрсеткіш ұстаздар үшін ұят. Басшылықтан сөгіс алады. Әріптестері сөз қылып, ауылдастарының алдында қипақтауға тура келеді. Ойлана келе оқушы қыз баласын туам деп шешті. Әкесі мен ағасына бәрін айтуға тура келді. Таяқ жейтін шығармын, үйден қуып жіберер деп ойлаған. Алайда әкесі мен ағасы қызды қолдап полицияға апарып, оларды қыздың арызын алуға көндіреді. Қазір бұл іс бойынша сот жүріп жатыр. Қызды бірінші болып зорлаған жігіттің ата-анасы келіп, үй беріп, ақша беріп, баласы ақылға келіп қызға үйленуге әзір екенін айтып бақты. Алайда Қарлығаштың әкесі оларды қуып жіберіп, 4 қылмыскердің бәрі жазасын алуына қол жеткізуге тырысып жүр. Отбасының қолдауы Қарлығашқа күш берді. Бір ғана өкініші бар, туған ауылы мен жақын құрбыларын сағынады. Өйткені ауылдан кетуге мәжбүр болды. Алдағы бірнеше жылда мұнда орала алмайтынын да біледі. Мұндағы жазылмаған заңда оң жақта отырып бала табуға, тіпті зорлық көрген қыздың да қақысы жоқ. Артынан еретін сөз бен өсектің ызғары әлден-ақ жетіп үлгерген. Қарлығаш айы күні жетіп босануға дайындалып жүр. Әпкелі сіңілдей болып кеткен мұңдастарының балаларын бағып көңілін аулайды. Ана үйіндегі сәбилердің бәрі осы қызды жақын тартып, жатырқамай ұмтылады. Әкесі оңбаған болса да дүниеге келетін баламды жақсы көремін дейді өзі. Қарлығаштың жолы болды. Туыстары одан бас тартпай қолдау көрсетті. Ауылдық жерде бұл сирек кездесетін жағдай. Ал алдымен жігіті тастап кетіп, кейін туыстары үйінен қуып жіберген қыздардың жағдайын елестетудің өзі қиын. Жанар 25 жаста. Жігітімен 2 жыл кездескен. Саябақта қол ұстасып серуендеген кештерде, достарымен табиғат аясына шығып демалған күндерде, гүлде, сыйлықта бәрі болды. Жанар сол жігітсіз өмір бар екенін ұмытып, мәңгі бірге боламыз, берік отбасын құрып бала өсіреміз деп ойлайтын. Тағдырым осы деген. Бал күндердің елесі Жанар жігітіне аяғы ауыр екенін айтқан сәтте ғайып болды. Жігіт ұшты күйлі жоғалды. Есеңгіреп қалған қыз жақындарына арқа сүймек болды.
Алайда бүкіл отбасы одан теріс айналып кетті. Қызын үйінен қуған қатал әкеге бір адам қарсы келе алмады. Жанар да айы күні жетіп, дүниеге сәби әкелер кесімді мерзімін күтіп жүр. Жалғыздылықты ана боламын деген ойға көндігіп, байсыз бала тапты деп бар күнәні мойнына артуға дайын туған туыс, көрші қолаңнан жасырынып күн кешуге мәжбүр болатынын мойындап отыр. Мәдина 23 жаста. Мәдина да романтикаға толы махаббатқа бөленіп үлгерген. Студент қыз сымбатты жігіт өзіне ғашық екенін, болашақта бірге боламыз деген жоспары бар екенін құрбыларына жүзі бал-бұл жайнап отырып айтып беретін еді. Тек жігіттің болашақта бірге боламыз деген жоспарының кейіпкері Мәдина емес, басқа қыз болып шықты. Мәдина жүкті екенін айтқанда жігіті қашып кетті. Баланы алдырып тастауға көндіре алмаған соң, бұрынғы қызына қайта оралып, оған үйленуге қам жасай бастады. Баласы Арнұр дүниеге келгенде талайсыз әке, Мәдинаға келіп баланы асырауға қаржы беріп тұрамын дейді. Алайда бұл сері жігіттен екінші рет айырылып қаламын деп қорыққан Мәдина, оның не айтса да айтқанының бәріне көнген болатын. Бірақ бұл оның кейінгі қалыңдығына ұнамады. Ол жігітіне Арнұрға көмектескенді қойып, Мәдинаның маңынан жүруге тыйым салды. 3 айлық Арнұрдың қылығы да шығып келеді. Жігітінен айырылған соң Мәдина жұрттың ақылымен аналар үйіне келді. Өйткені Мәдинаның туған шешесі басқа жерге барып панала деп үйінен шығарып жіберген. Жұрт не дейді деген жалған намыс қызы мен жиеніне деген махаббатынан да күштірек болып шықты. Мәдина анасына ренжімейді. Баяғыда кешіргенін, тіпті анда-санда қонаққа барып тұрғысы келетінін айтты. Бірақ анасы кездесуге аса құштар емес сияқты. Айналасындағыларға қызы алыс жұмысқа істеуге кетті деп айтыпты. Мәдинаның балалы болған өгей әкесі де, әжесі де, өзге туыстары да, ең бастысы көршілері білмейді. Мика 24 жаста. 24 жастағы Мика да анасымен бір кездесуді армандап келеді. Тек оның жүрегі тасқа айналған сияқты деп күрсінеді. Аналар үйіне келгенде ішіндегі баласы 7 айлық еді. Қазір кішкентай Раяна 3 айдан асты. 1 жыл бойы өзіне мінсіз көрінген жігітпен кездесіп жүрді. Діндар, медресе бітірген, намазхан жігіт болатын. Алдымен қызды өз үйіне апарып таныстырып, содан кейін өзі де қыздың үй ішімен танысты. Тек үйлену туралы жағашпайтын. Бір күні қыз шыдамай өзін әйелдікке алатын ойы бар жоғын сұрағанда, шұғыл шаруа шығып туған қаласына кетуі керек екенін айтқан. Содан бері Мика ол жігітті көрген жоқ. Жігіті тастап кеткеннен кейін Мика аяғы ауыр екенін біледі. Жігіттің ата-анасына барып бәрін айтады. Сол сәтте жігіт үйдеді. Тек бөлмесінен шығуға да жарамаған. Жігіттің әкесі Миканың қолынан жұлқылап сыртқа шығарып жіберді. Ал болмай қалған ене аузына келгенін айтып, қарғыс шаудырумен болды. Қыстың қақаған аязында бөтен қалада жалғыз қалған аяғы ауыр қызға неден жазғанын, айыбы неде екенін де ешкім түсіндірмеді. Кейін барып Мика ол жігіт 2 рет үйленіп ажырасқанын білді. 2 ретте де шешесі ажырастырған болып шықты. Өз үйіне барған қыз көп ұзамай ол жерден кетуге мәжбүр болды. Туыстары оны адам екендеуден қалған еді. Миканың әкесі жоқ, ал басқа туыстары бүкіл әулеттің сүйегіне таңба болдың дейді. Қызын бауырына басып отырып күндердің күні нағашы әжесі жиенін көргенде жүрегі жібейтініне сенімді екенін айта берді. Әзірге бұл арман ғана. Бір сәттік сезімге беріліп, адасқан қыздардың қазіргі паналаған жері аналар үйі. Аналар үйі қазақстандық бизнесмендер қаржыландырып отырған әлеуметтік жоба. Отандық кәсіпкерлердің қаржысына қоғамдық ұйымдар тағдыр тәлкегіне ұшыраған әйелдерге көмек көрсетеді. Әдетте олар не аяғы ауыр, не жас босанған, азаматы тастап кеткен, туыстары сырт айналған жас әйелдер. Белсенділер ондаған өмірді сақтап қалды. Оның арасында анасы да, баласы да бар. Осы ұйым араласпағанда олардың өмірі қандай боларын ешкім білмейді. Ана үйлері Қазақстанның ірі қалаларының бәрінде бар. Үйлестірушілер келіп түскен көмекті балалар тағамдары, гигиена құралдары, ойыншық, құрал жабдық, басқалардың барлығына қылдай бөліп таратады.
Алматыда мұндай 4 мекеме жұмыс істеп тұр екен. Оларда кішкентай баласы бар талай ана тұрып жатыр. Бәрінің басынан кешкені әлгі жоғарыдағыдай ұқсас. Халық Ньюс KZ сайтынан. Авторлары Евгений Дробязко, Назгүл Қожабекова. Мақала осымен аяқталды. 1917 жылы жазылған. Сіз не дейсіз? Осындай келеңсіз оқиғалардың болуына кім кінәлі? Ата-ана ма, мектеп пе? Әлде жүрген ортасы ма? Меніңше бірінші кезекте ата-ана кінәлі. Оған жастайынан ұяттың не екенін, қыз келін болып босаға аттамайынша жігітке сенбеу керек екенін құлағына құймайды. Соның салдарынан әлгіндей оқиға болып жатса, өздері ұялып, қыздан да, сәбиден де баз кешеді. Бұл жалған намыс. Ақылды отанасы мен отағасы қызы оң босағада жүргенде бәрін түсіндіреді. Қыздың басына келеңсіз оқиға түсті ме, қайта бірлесе тығырықтан шығарыңыз. Жалған намыс салдарынан талай сәби өмірге келмей жатып, жер құшып жатыр. Бұл ұлтқа келген трагедия. Мұнымен қоғам болып күресе білейік, ағайын. Сіздің пікіріңіз қандай? Комментарийға жаза кетіңіз. Каналға тіркеле кетуді де ұмытпаңыз. Келесі кездескенше, достар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.